РС Медиа. РС Медиа. Жұмабикенің рухына жарты жолдық ғұмыр. Сол дәуірге тән келетін атауы бар. Батыс Қазақстан өңіріндегі Комсомольск кең байтақ Гурьев облысының картасында бірден көзге түсе қоймайды. Қазақстанда, соның ішінде Гурьев облысында мұнай өндіру кәсібі дамып, гүлденіп жатты. Бұл саланың басында тұрғандардың арасында жас Құрақ Тілеуқұлов та бар еді. Бірнеше оңдаған жылдан соң әлемде қара алтынның маңызы қандай жоғары боларын ол білмегенде шығар. Туған елге қызмет үшін партияның бұйрығымен ол жаңа мамандық мұнайшы жолын игеруге кірісті. Жас жігіттің мойнына шіркештердің ізгі дәстүрін жалғастыру, яғни отбасының, отанының игілігіне еңбек ету міндеті жүктелді. 1968 жылы дәуірлер тоғысында қыркүйек айының жайма шуақ бір күнінде жайсаң адам өмірге келді. Көп аңсатқан сәби Прагадан Парижге дейінгі әлемді төңкеріс өзгертіп жатқан жылы 27 қыркүйекте дүние есігін ашты. Күн райы ашық еді, мизам шуақ, жер дүниені жылуға бөлеп, ескі аурухананы жарқын сәуле аралап жүргенде жас ана сәбиін құшағына алды. Құдайдың берген сыйын күндердің сұлтанының құрметіне Жұмабике атайды. КСРО-ның атеистік қоғамында бұл есімді қою да батылдық еді. Нәрестені үйге шығарып алу құрметі жанұядағы үлкен жеңге Қанияға жүктеледі. Дәстүр бойынша тұңғыш сәби ата-анасының тәрбиесіне беріледі. 7-ші сыныпқа көшкенше Жұмабике әжесінің тәрбиесінде болды. Қарттардың көз қуанышына айналды. Тағдыры ерекше қызға әжесі бар махаббатын сіңірді. Әжесінің тәрбиесі мен мейірімі қыздың әдебінен, ізгі мінезінен, ашықтығынан көрініп тұратын. Жұмабике қысқа ғұмырында жан жылуын, шексіз махаббатты, әжесі туралы қымбат естеліктерді сақтап өтті. Өзі өмірден озардан бір ай бұрын тағдыр айдап, Әбжат қажының алдына барып, ата-әжесінің құрметіне хатым Құран түсіруді өтінді. Қажы Меккеге сапарға аттанғалы жатқанда сол қасиетті мекенде Құран оқуға уәде етеді. Алланың құдіретін қараңызшы, Жұмабике ең жақын жандарының рухына хатым түсіріп үлгеріп кетті. 1975 жылы Жұмабике Жаңаөзен қаласындағы нөмірі 6 мектептің табалдырығын аттайды. Мұнайшылар қаласына әкесі жұмыс бабымен ауысып келген болатын. Қамсыз балалық шақ, үздік оқу, үлгілі тәртіп жемісін берді. Мектебі Жұмабикеге мықты білім, тәртіп, көшбасшылық қабілет сіңірді. Орта мектепті бітірген ол 1985 жылы Владимир Ильич Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының Шевченко қаласындағы филиалына мұнай және газ факультетіне оқуға түседі. Ол кездері екінің бірін қабылдай қоймайтын оқу ордасының қабырғасында жүріп, Жұмабике тағдырын кезіктіреді. Оның өмірлік жарына айналған адам Дидарбек Бөрібай Қуаншалиев болатын. Жауырыны қақпақтай, сұңғақ бойлы, келісті жігіт, бойжеткенді ойлы қара көздерімен, көмірдей қара бұйра шашымен, ең бастысы ересек адамша ойлай білетін дүние танымымен, сауатты әңгімесімен баурайды. Студент шақтың алып ұшқан сезімі үлкен махаббатқа айналады. Ғаламтор мен ұялы байланыс деген түсінік жоқ заманда теледидардан бірнеше арна ғана көрсететін кезеңде Қазақстандағы тұңғыш сұлулық байқауы өтіп жатқанды. Бұл халық үшін тым жаңа, тың дүние еді. Сол байқаудың жеңімпазы сұлу да білімді Салтанат Қамалиева есімді ару болды. Дәл осы бой жеткендей ақылды да көрікті болсын деп Дидарбек қызына Салтанат деген есім береді. Нәрестенің дауысы жарқын, әкесінікіндей бұйра шашты болып туды. Өмір жалғасып жатты.
Бірақ өмірдің өз жоспары болатыны белгілі. 1992 жылы салтанат бар болғаны 3 жасқа толғанда әкесі Диярбек өмірден өтеді. Қызының туған күнінде, қарашаның суығында жас жігіттің өмірін қаңқиған оқ қиып кетті. Я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя, без тепла я тобой болею. Мои дни без души, я скучаю, все очень сложно, мы еще близки. Не молчи, позови, если любви мне больно, я прошу, отступи. Мои чувства не моя проза, иногда во сне приходи, забери, не ищи другого. Диярбектің мезгілсіз қазасы сәбимен жалғыз қалған келіншектің өмірін күл-талқан етті. Бұл қайғы ата-анасына да, келіншегі Жұмабикенің де денсаулығына зардабын тигізді. Күйеуінің өлімінен соң қатайып, жаңа өмір бастауға бел буды. Асып тасыған махаббатын түгелдей қызына тартты. Қызы ол үшін бүкіл әлемге айналды. Ол күйеуінен қалған әлем еді. Сол күйі тұрмысқа шықпады. Жарына адалдығын сақтап, қызына бар ғұмырын арнады. Қызы бой жеткен соң Шотан руының жігіті Маратқа тұрмысқа береді. Ол салтанаттың бала кезден бергі досы, әрі сыныптасы болатын. Анасы еркелеткенімен тағдыры басынан сипамаған салтанат сұмдық апатқа түсіп аман қалды. Бірнеше ауыр отадан өтіп, жергілікті дәрігерлердің күшімен, анасының дұғасымен о дүниеден оралғандай болды. Жұмабекеге Даниял, Алуа, Тимур атты 3 тамаша жиен сыйлайды. Әжесі жиендері десе шығарға жаны бөлек, қымбат, сый сияпатында күні-түні қамқорлығында аямады. Тек жиен немерелерін емес, бала атаулының бәрін бауырына басатын. Ауылдағы әр баланың атын жатқа білгесін, олар да мұны жақын тартып, қысқаша мания дейтін. Жұмыс, қызмет адам өмірінің көп уақытын алады. Жұмабикенің еңбек жолы 1991 жылдан басталады. Оқудан академиялық демалыс алған кездерінде де оператор, әкімші ретінде тәжірибе жинақтап үлгерді. Одан соң негізгі мамандығы бойынша Казнипи мұнайгаздың жетекші инженері қызметінде болды. Ұжымда өте сыйлы еді. Оны бәрі жақсы көріп, қадірлеп тұратын. Ауыр хабар әріптестерінің барлығын теңселтіп жіберді. Жұмыстас қыздары жақын арада келем деп кеткен, оның орнын әлі жоқтап келмесіне сене алмайды. Өксіктер жасырмай иесіз үстелге жаутаңдап қарап қояды. Әріптестерінің есінде Жұмабеке әрдайым күліп жүретін, қандай жағдайда да көмек қолын бірден созатын жарқын тұлға ретінде қалды. Құдай бойына тартқан мейірбандық, бауырмалдық, әділеттік, қамқорлық пен махаббатпен қатар аса жауапты да сауатты маман еді.
еңбектегі біліктілігі мен тіл табысқыштығының арқасында көптеген алғыс хаттармен, құрмет қағаздарымен, төс белгілерімен, медальдармен марапатталды. 2023 жылы 16 шілдеде Жұмабикенің жүрегі мәңгіге тоқтады. Сол айна тәрізді шағылып түскен жүректің мыңдаған жарық шақтары туыстары мен жақындарының жандарында қадалып, әлі ұзақ уақыт бойы қанжылап тұрары анық. Бір кездері үзілген жалғыз аққудың әні сұлу әйелдің соңғы демімен бір жола тоқтады. Әулеттің үлкен қызының қазасы ата-анасына, сіңлілеріне, қызына ауыр тиді. Жұмабике бірдеңені сезгендей күйеуінің бейітіне барып келмекші болды. Жарымен өткен бақытты күндерді жиі еске алатын. Қанша ауыр болғанмен әдемі мереке оның туған күні әлі бар. Бірақ туған күн иесі жоқ. Қазір сенің 55 жас мерейтойыңды тойлап жатар едік. Ол жасқа 2023 жылы 27 қыркүйекте толар едің. Құдайдың қалауымен сен қазір жұмақтың төрінде сүйікті ата әжеңнің, жан-жарың Диярбегіңнің қасында екеніңе сенеміз. Жалғанда қолым созып арманға, әлім жетпей қалғанда әнім жетсін. Тоңғанба, жаурап жүрек солғанба, өмір деген арзанға алданбашы, алданба. Түңілтіп өткен күн, жанымды жеді өкпе мұң. Алдан көтерме мен ұмтылған көктемім. Тәңірім тыңдашы, төзімімді шыңдашы. Жаралы жаным, өтінемін сынбашы. Түңілтіп өткен күн, жанымды жеді өкпе мұң. Алдан көтерме мен ұмтылған көктемім. Тәңірім тыңдашы, төзімімді шыңдашы. Жаралы жаным, өтінемін Қош Жұмабике, сынбашы. туған күніңмен. RS Media. RS Media.